Ақмола облысы Целиноград аудандық сотының бас маманы, сот мәжілісінің хатшысы Мейірханова Айқынбайбековна, Мұқағали Мақатаев үш бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбаттырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілім дедім. Кей-кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңім едім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан терем. Оты сөнген жалғанда жан барсын ба, ойланбай-ақ келдағы отаным дем. Саған айтам қазақтың қара көзі, басталды ғой заманның жаңа кезі. Үйрет оған өз тілін, ана тілін, басқа тілді үйреніп ала өзі. Өсейік, өнейік, өркендейік, қайда жүрсек те ана тілімізді құрметтейік.